Олар жолсыз жерден жол ашып, ізсіз жерге өшпес таңба қалдырды. Олар өнердің тайғақ кешуінде кеудесімен қар бұзған тұлпардай ұзында сонар, соқпақ жасаған тұлғалар. Бүгінгі қазақ мәдениетінің өркендеу дәуіріне тұңғыш болып кірпіш қалағандар да солар. Театр өнерінде оның алғашқы қарлығаштары ылғи еске түседі. Соның бірі де бірегейі Құрманбек Жандарбек. Біз мынау жасымыздың ұзақтығына байланысты ма екен, сол кісінің алдын көріп қалдық. Репетициясына қатыстық, режиссерлік жұмыстарын көрдік. Қазақтың музыкалы драмасында, қазақтың операсында бұл кісі қазақтың тұңғыш профессионалды опера режиссері болды. 20 ғасырдың басында ел ішіндегі тума талант иелері уақыттың өлшеуінен өткендей сұрыпталып, суырылып, алға шыққан уақыт болды. Дәл осы тұста Құрманбек Жандарбеков те өнер өлкесіне аяқ басып, өз тағдыр жолын өнерге арнайды. Ел арасында танылып, той-томалақта танылған Құрманбек 15-20 жасқа келген кездері бұл мынау кеңестер үкіметінің төңкерістің несіне сай қатар келді де, мынау 20-шы жылдары Ташкентте ашылған мынау институтқа, мұғалімдер дайындайтын институтқа оқуға түседі. Сол жерде оның өнерпаздық қыры үлкен қалың көпшілік арасында кеңінен таныла бастады. Енді алдында оған дейін ауыл арасында әнші болып, ауыл арасында өнерпаз болып жүрсе, мына жерде бұл үлкен институттың қабырғасында хор, ұйымдастыру жағынан, актерлық, әншілік өнері дейміз ба, жан-жақты қырынан таныла бастайды. Сонау Ташкентте білім алып жатқан тұсында Құрманбек жайлы аңыз тарайды. Мінезінің өткірлігінен болар, айтқан уәдесінен тайқымай, қазақтың ғажап әндерін тоқтаусыз орындап жұртты тамсандырғаны күні бүгінге дейін ел жадында жатталып қалған әңгіме. Совет үкімет орнағынан кейінгі, со 20-шы жылдардан кейінгі қазақ жастарының өнерге деген құлшынысын, өнерге қалай келгенін Құрманбек аға көп баяндап айтып отыршы. Тарихтан өздерің білесіңдер. Ғани Мұратбаев деген ағамыз болған. Сол 19-20 жасында Ташкентте өз жерде оқи жүріп, сол Қазақстанның сол маңайдағы облыстарды, өлкелерді аралап, жетім қалған балаларды жинап, интернет ашқызып Ташкентте. Ауыр балаларды емдетіп, сондай істеген істерін осы жырдай қылып айтатын еді. Сонда бір сөздерінде айтатын, сондай балаларды жинап, осы күндізіне жарғылағы жастық тимей, осы жан ұшырып жүгіріп жүрушеді. Сөйтіп жүріп, талай қазақ әндерінің конкурсын ұйымдастырды дейді. Сонда бір үлкен конкурста мен қатысып, сол бір кеште 105 ән салдым дейді. Бойында жастықтың қайраты тасқындап тұрған жас Құрманбек үшін қазақ әндері бәрінен биік тұрды. Бәлкім сахнада тоқтаусыз ән шырқағанда өзін ұрандап майданға кірген хас батырдай сезінген болар. Бар әлемді ұмытқаны да содан. Біраз әндерді айтқаннан кейін шөлдеп, даусым келмей барады. Ана қазақ жігіттерге айттым дейді, сусын әкеп беріп тұрыңдар арасынан. Соны айтып жатыр, бірақ сөйтсем олар маған жанашып шелек-шелегімен салқын сыра әкеле берді дейді. Мен оны ұрттап апыр айта берем, бір уақытта, біраз уақытта діңкем құрып, даусым қарлыға бастады. Сонда 105 әніге тоқтаппыз дейді. Сосын даусы олса қырылдап сөйлейтін. Сосын менің қазіргі қырылдап жүрген содан пайда болған еді.
соны жастықтың әсерімен, ет қызуымен айта беріппін. Сәл демалып ап, кішкене терім басып ап, айтсам да болады деді. Бірақ ана жерде менен де басқа айтатын айтушылар көп болды дейді. Сол әнге деген, өлеңге деген құштарлығымызды дейді. Сол кезде сол ғани соның түзеп, ақылын айтып, сөйтіп отыратын. Тіпті кейбір әндерді, біз білмейтін бір әндерді бізге үйретуші Ғани Мұратбаев деп Құрманбек айтатын. Бір сәтте жүздеген халық әнін тоқтаусыз орындаған әншінің дақпырты біраз жұртқа әйгілі болады. Қызылордада құрылған алғашқы театрға шақырылуы да тума талант иесінің ұлы сапарға қадам жасаған жарқын сәті еді. Өзінің айтатын мен мынандай саңлақтардың ортасында өзімді қалай мен халықты нете аламын, таңдандыра аламын. Сөйтіп ар ойланып, бер ойланып, ол өзі мынандай шешім қабылдайды. Қазақтың құлағына әлі естілмеген тың дүние, мынау татардың, өзбектің, басқа да халықтардың әндерін айтып, халықты дүр сілкіндіріп, алғашқы концерттерде, алғашқы ойындарда Құрманбек осылай жарқ етіп көрінеді. Бірінші кезекте оның актерлық қыры, даусының керемет болуы, әншілік қыры, музыкалылығы дейміз. Жалпы мынау тұтастай комплексті дейді ғой, мынау адам бойында актерға тән әншілік, бишілік, бәрі де, компоненттерінің бәрі де осы Құрманбек Жандарбековтың бойынан табылады. Ол театрды өзінің тағдырына берілген бәсіресіндей қасиет тұтты. Не жасаса да, шын ниетімен, ынта-шынтасымен беріле істейтіннен болар, көзін көргендер оның әр қимылын, әр сәтін әлі күнге дейін аңыз қылып айтады. Ең соңғы қойылымы Мұхтар Әуезовтің Қарагөз қойылымы, онда біз студент кезіміз еді. Соған әлгі жалпы халықтың сахнасына шығамыз. Сонда әлгісінің репетициясында белін тартып алып, қазақша буынып алып, қолында қамшысын алып, мен ойлайтын, бұл кісі біреу сабайын деп жүріпті. Сөйтсем анадан шабыт алама, қолын бүйтіп. Қол қайратты адам болатын, көзі бүркіттің көзіндей сұлу әдемі адам болады. Ол әр образды сомдағанда, ішкі жан дүниенің тазалығына баса мән берді. Сахнаның киесі бар екенін жүрегімен сезген болар. Дайындықсыз сахнаға шығу ол үшін ауыр күнә секілді көрінетін. Ал орындаған рөлінен кішкентай мүлт кетсе, соған шын қамығып, жан ауырды. Бұл кісі опера театрының Москвадағы үлкен театрының сахнасында Қыз жібекте Бекежанды айту, ол кезде ол орыстардың Неждановадан бастап, Лемешевтен бастап, Козловскийден бастап бәрі тірі кезінде бұл кісінің биік актерлық өнерін бағалаған. Образ жасауда үлкен ішкі дүниедегі тартысын образын аша білген қазақтың ұлы актер. Музыкалық, жай музыкалық дүниелер. Ал бұл кісінің басқа жасаған дүниелері, драмалары қандай. Классикалық опералары ғой. Мынау Абайдың сонау 44-ші жылғы тұңғыш қойылымы Абай операсы. Осы кісі қойған. Содан кейін бір ер тарғыны бар, алпамысы бар, қыз жібегі бар, Біржан Сарасы бар. Күллі опера режиссурасы Құрағанның ең сүбелі өнерге жасаған үлесі еңбегі деп ойлаймын. Сол Бекежанды айтып жатырмыз, соның ең бір драматикалық кульминацияға келген жерінде жоғарғы бір нотаны айтып, ар жағында бір-екі сөз айтуым керек дейді. Айтуын ана шырқап, зорға жеткіздім дейді. Бір ғана айтан реплика сөз аузыма түспей қалды, оны ары ха-ха-ха деп соны әлгі бір өзімнің ашуыммен қуанышымды қосып айтқандай болып соны сөзді сөйтіп жібердім дейді. Содан ел дүрілдеп қарсы алып жатыр. Сосын Ибраим мына жер қалай болды екен, ішімде күмән қалды дейді. Сосын опера бітті. Онан кейін бар банкет тойы кешке анамыра болып жатыр. Мен көңілімде онша одан рөлді білдірдім ау деп ойладым дейді.
Содан кейін ана өзіміздің енді дирижер бар, театрдың директоры бар. Құрыке құрттың, масқара қылдың біз. Операны құрттың, Мәскеуге келіп тұрып. Деп беріп, мүйізде мынау, соны барып тамақты ішкем жоқ, барып жатып қалдым дейді. Сосын таңертеңгісін 4-5 ведущий әншілерді, артистерді Сталиннің приемына шақырып жатыр деген түнде естігеміз ертеңгісін. Адамдар барады. Мен оны қайда ол мен құрттым білдірдім, мен барып театрдан да жұмыстан қуылатын шығармын Алматыға барғаннан кейін деп барып жатып қалғам дейді. Түн ортасында бір министрдің көмекшісі келіп мен оятты дейді. Сіз таңертеңгісін 9-да дайын болыңыз. Сосын таң қалып қалдым дейді. Жарайды, сосын сөйтіп, соны мен де саны списокке бар екем дейді. Біз соны соңынан жасаған ғой енді спектакльні. Мен тыңдап отырған басқа ұлттың адамдары ол ана бір сөз, екі сөз, реплика оған мән беріп отырған жоқ, ана рөлдің динамикасына соған қарап бағалап отыр. Мен рөл жақсылап тұрып, жеткізіп кульминациясында саркастикамен ха-ха-ха деп қылышыммен шығып кеткенімді бәрі мәз болып қалып дейді. Сонда бір одақтың министрісіне, Кремльдің бір адамдары сіз керемет болды анау деп сөйтіп отыр дейді. Сөйерде адам болып өзімді тәуба деп тоқтатып сөйтіп қайтқаны бар. Бұл кейде қанша ойлағанмен кейде сондай бір кездейсоқ дүниелер көп болып жатады. Оған да дайын болу керек. Енді мен әйтеу рөлімді жақсы ойнағанымның арқасында сөйтіп анада выход шығып кетмейді. Өйткені даусын жетпей қырылдап, шиқылдап қалсам, онда масқара болатын дейді. Онда кемшілігін көрсетіп қоямын. Мен оны переиграть етіп, оны ойнап жібердім дейді. Сөйтіп сондай әңгімелерін айтып жүреді. Театр актері үшін образды сомдау жай ғана сахнаға шығып орындай салумен ғана шектелмейтінін өмірлік тәжірибесінде түйген Құрманбек Жандарбеков драмада болсын, операда болсын, тіпті кинодағы шағын рөлде болсын, соған жан бітіргенше ізденіп, сахнада өз кейіпкерінің болмыс бітімімен бірге өмір сүрді. Бұл кісінің әрбір образынан бір кітап жазуға болады. Бұл кісі қаншама Алашорданың көсемдерінің образын жасады кезінде. Бұл кісі партиистердің образын жасады. Әрбір образын кезек жасады. Аз жасағанда содан шығар еңбегін. Жүрегі көп көтерілмеген шығар. Сондықтан бұл редкий дар. Аққан жұлдыз сияқты ғой бұл кісілер. Келді жарқ етті, өзінің жүріс тұрыста бәрі жарқ тұрқ етіп жүреді. Кен қазақ, батыр қазақ, дархан қазақ, сұлу қазақ, әдемі қазақ, қаншыл қазақ. Міне осының бәрі осы кісінің бойына сіңген қасиет. Ол өткен дәуірдің тұлғаларын сомдаса, одан кейін замандастарының тұлғаларын сомдаса, Еркебұлан болып Сәкен Сейфуллиннің пьесасы, Сәкен Сейфуллиннің прототипі ғой, өзінің өмір туралы тар жол тайғақ кешу роман. Сондағы Еркебұланда өз орындайды. Сонымен бірге орыстың пьесаларынан, заманауи пьесаларынан да жаңағыдай рөлдерді орындап келсе, бұл драмалық сахнадағы бірінші кезеңі. Бұл кезең өзінше актер ретінде, талантты актер ретінде көрсеткен осы бірінші кезеңі болады. Екінші жарқырай көрінген кезеңі, мүмкін тіпті айтар едім, жұлдызды шағы деп та. Себебі бұл осы драма театрының қабырғасынан отау бөлініп, жаңадан музыкалық театрдың қалыптасы 32, 33, 34 жылдар. Міне осы 33 жылдар алғаш рет жаңағыдай қаулы қабылданған кездері кімдер музыкалық театрға бара алады деген кездер бірінші кезекте жаңағыдай ән айта алатын, музыкалық қабілеті бар, дауысы бар әншілер, актерлар бөлініп шығады. Оның ішінде Күләш бірінші кезекте, одан Құрманбек, Қанабек, тағы да басқа ән айта алатын нелердің бәрі музыкалық театрға ауысады. Міне осы кезден бастап бұның актер ретінде, режиссер ретінде, ұйымдастырушы ретінде үлкен шығармашылық кезеңі басталады. Қазақ театрының алғашқы режиссері Жұмат Шанин
Құрманбек Жандарбековті өзіне көмекші етіп, алғашқы спектакльдерді қою барысында оның режиссерлік қабілетін аңғарады. Әр қойылымға қазақы өң беріп, ұлттық мән іздеу Құрманбектің ең басты қағидасына айналады. Бұл кісі осы алғашқы музыкалық спектакльдерден бастап, кейін күрделі операларға дейін, ол Абай болсын, Біржан болсын, ол жаңағы өзге халықтардың спектакльдерінде біздің сахнада қоятын кездер болды. Міне сол спектакльдерге де аударма қойылымдар дейді, қазақ тілінде аударып осы опералар қойылды. Наргиз деген, Рубинштейннің Демон деген, орыстың классик композиторы Рубинштейн. Сондай классикалық операларды да, Кармен, мысалы Бизенің да, міне осылардың бәрінде де ол режиссер ретінде өзінің тек қана ұлттық классикада, ұлттық материалда ғана мықты маман ретінде емес, сонымен бірге орыс, әлемдік басқа халықтардың репертуарында сахнаға қоя алатын үлкен режиссер тұлға ретінде көріне алды. Анау кинода көрсеңіздер, Амангелді офицер бар ғой, ғаламат адам ғой. Түсінген бұл кісі өзінің бір жайдары мінезіменен, юморыменен қасындағы репрессия отқан адамдарға түсіндірген кезде жай режиссерский задачаң мынау андай демейді. Өзінің ұлттық тұрғыдан ар жағын тереңдете бара. Мен Абайдың репрессиясына да массовкада қатысып жүрдік. Сол кездерде. Ол мынау кейін қойылған Абайлар. Тоқпановтың Абай емес, кейін қойылған Абайлар. Қозы-көрпешінің репрессиясына қатыстық. Сонда осы Асанәлілер жаңадан театрға барған кезі, Фаридалар, Зәмзәгүлдер Қарагөзге кіріп, Шақан ағам бар, Нұрмұхан ағам бар. Солармен жұмыс істеген периодында, сол бізде стажировка дейді, сонда қасында отырған. Күндер мау менен не үйренейін деп жүрсіңдер. Көрдір ана артистерден үйреніңдер деп. Қазақтың опера театрының діңгегін қалаған дүлдүлдердің арасында Құрманбектің есімі айрықша аталады. Ең алғашқы Қыз жібек операсынан бастап, сахнада өлмес туындыларға айналған әрбір қойылымға оның маңдай тері сіңген. Брусиловский енді мынау Қыз жібекке қандай ән күйлер жазады, Ер тарғынға қандай жазады. То есть қандай нелер таңдап алғысы келген кезде бірінші кезекте осы актерларға, әншілерге сүйенген. Соның ішінде Құрманбектің энциклопедиялық қазақ әндерін білу деңгейі шында да оны таңдандырып, ол ылғи да, ол білмейтін ән жоқ деп айтады. Мысалы, Брусиловскийдің өзінің тік айтатыны бар. Ол білмейтін ән жоқ. Қандай ән айтылса да, ол бірден өзінің ойын айтып, ол былай айтылу керек еді ғой деп, жаңағыдай өзінің ойын білдіріп отырған. Және керемет даусымен әдемі әсерлі салып бере білген. Әйгілі актер ғұмырының соңын ұстаздыққа арнады. Жай ғана ұстаз болған жоқ. Тағы да қазақтың мәдениетіне ортаймас үлес қосты. Бүкіл қазақ операсының үлкен мектебін жасаған да, қалыптастырған да Құрманбек Жандарбеков еді. Соның көйін өзі мынау қазақтың музыка тәрбиесіндегі бұл кісінің алатын рөлі өте жоғары. Қазақта тұңғыш рет консерваториядан бұл кісі опералық студия ашқан адам. Оперный студия. Сол оперный студияны бітіргендердің алды народный артисттер бар қазір, көзі тірі жүрген. Құрманбек ағамен 53-54 жылы, сол 2 жыл жоғары курстарда 4-5 курс оқып жүргенде консерваторияда. Сонда таныстым, анық қанығын көп, қандай ұстаз екен, адамгершілік көп қасиеттерін, өнердегі жолын арагідік сабақтың арасында айтып отыратын еді. Сол кезде консерваторияның вокал факультетінде опера студиясы жұмыс істейтін. Ол опера студиясы жоғары курстағы вокалистерге, әншілерге опера өнерін, операдан, көптеген опералардан, классикалық болсын, ұлттық операларымыздың актілерінен, солардың үзінділер, соның бөлімдерін, соған машықтап, соған үйретіп, сол опера үзінділерін консерваторияның қабырғасында үйрендік. Ғұмыры қарапайым, өмірі мәнді, тағдыры талай тар соқпақтан өткен тұлғаның
халқына сіңірген еңбегін туған елі елемей қалған жоқ. Өз уақытында ішінде үнсіз ғана қалған армандары бәлкім бүгінде орындалған болар. Талай тартыс пен қайшылықты орта оның болмысына титтей де селкеу түсіре алған жоқ. Ол кісілердің уақыты солай. Ылғи тартыста, ылғи шиеленісте, ылғи Орыс империясының боданында сол сонау фестивальдерге күндер болды ғой, Қазақстанның күндері, бәленбай күндер. Соның бәріне режиссерлік еткен адам ғой. Сонда барып елдердің бәріне народный артистерді беріп атады, Ленин орденін беріп атады. Сонда бұл кісінің өзі көп несі кеудесі жарқырамаған адам. Өйткені фильмі мінезі солай болу керек. Ал ол кісі ескерілсін, ескерілмесін деп жұмыс істеген адам емес қой. Ол халық үшін, халқының болашағы үшін, ұрпаққа жеткізу үшін көп дүниені жасаған адамдар. Сол кездерде ұлылардың бір уақыты келген кез болды. Құрманбек Жандарбеков жайында композитор Брусиловский бір естелігінде былайша тамсана жазады. Жандарбековті мен театрдан таптым. Оны тауып алу әсте қиын болмайтын. Театрдың әлде бір тұсынан шу айқай шыға қалса, демек сол арада Құрманбек жүр деген сөз. Оның бойындағы қызулық екі кісіге бергісіз, талант үш кісіге бергісіз, күш қуаты 4 кісіге, айғайы 5 кісіге бергісіз. Иә, шынымен де бойында сан өнердің сәулесі бар тұлғаның соңында саф өнер қалды. Балалары, ұрпақтары, ол кісінің жолын жалғастырып енді режиссер болған ешкімі жоқ. Жеңгеміз ғана 80-де дейін осы театрда Шолпан Исабектің Жандарбекова ұзақ жұмыс істеді. Сол ағадан алып қалатын көп дүниелер бар еді. Жазынып алып қалатын. Мен жазып оқыған 5-6 ғана өлеңдері бар. Ал Боз жорға, тағы бір-екі өлеңдері бар. Сол кісінің көбі кинода болмаса, бұлай театрдағы жұмыстары да пленкаға түспей қалды. Ұлы актер өмірінің соңғы сәтінде туған жерін аңсады. Бәлкім, жүрегі өзі туып өскен қазақы мекенді аңсаған шығар. Жүрегім туған жер деп соғатын сияқты деп, өзі туып өскен қасиетті мекенге сапарлап барып, сол жақта көз жұмды. Құраған жампоз адам еді. Елін сүйгіш, жерін сүйгіш адам болады. Қазақи, мен қазақ қайсы десе осы деп көрсетеді. Сол кезде мынау шаш қырдырып алу коммунистерге онша не емес қойынды. Жібермейді, партия ұрсады. Шашын қырып тастап әппақ қазір жүреді ғой әлгі нелер. Бизнесмендер ме бір шашын қырып тастайды моды бар ғой. Охранниктер ме бір бәрі. Қызық қой өзі. Сондай шашын қырып тастап, жап-жалтырғып, тақия да кимейді. Басы күнге шағылсын, басы дөп-дөңгелек. Бітіргеннен кейін сол Тюзда істедім, содан кейін Тюзден кейін неге кетіп, Семейге. Семейден бір келгенімде гостиницаның алдында өтіп бір жатыр. Сол, ай, сен қай баласың? Ойбай аға, мен осындай ойбайып деген. Әлі Семейде жүрсің ба? Семей жақсы ма? Жақсы. Неге жаман болады? Абайдың жері, Мұхтардың жері, Шәкәрімнің жері. Жақсы бір ғана келсің. Балдай батып кетесің, мінезіңе қара, мінезіңе. Мінезің жаман ғой, сен кегеніс кимедің осы дейді. Ол кісі жақсы көрген адамдар жерінің атымен. Созақский, Кегенский деп. Өзің де сонда жерін көрдіңіз бе, қандай жақсы көретін еді. Сол өзінің жеріне барып, жерінде о дүниелік болып кетті ғой. Сондай жұлдыздар өтті, бірақ енді олар ұмыт болып кетпейді еш уақытта. Біздің жүрегімізде, енді шамамыз келгенше, біз де өз орнымызда сол кісілердің жұмысын ары қарата жалғастырудамыз. Тілейміз, солай бола берсін деп тілейміз. Құрманбек Жандарбековтың саңғырлы өнері ұрпақ жадынан мәңгі өшпейді. Ол қазақ әнінің қадір қасиетін, киесін жанына тұмар тұтқан өнерпаз. Жаны да,
жүрегі де қазақпен бірге жасасып келеді, жасаса береді. Бірге өзіменен өнерге бірге кірісіп, бірге жасасып, менімен бірге келген. Барлық менен жасы үлкен, өзімен қатар менен кіші інілерім бәрінен де алғыс айтамын. Қазақ өткен арманшыл халық, мұңшыл халық, сезімтал халық, әннен тез қабылдайды. Адам қайғырғанда да ән айтады, қуанғанда да ән айтады. Әннен өзіне бір не алады, тоқтау алады, болмыс алады. Сондықтан бұл кісілер сол біздің сахна өнеріндегі алғашқы қарлығаштардың барометрі іспетті.